Ассалаумалейкум қазақ елі. Кішітау маңында, Кішітау дейміз ғой қазір. Кішіті емес. Заря деген базар бар. Сол базардың жанындағы мына жердегі жолдарды көрсеңіздер, Құдай сақтасын. Мынандай Нива болмаса, жай машин жүре алмайды. Мынаған кім жауапты? Кезінде. Ассалаумалейкум. Құдай деп өзіңіз қалай? Соны мына жердің жолы міне қандай қорқынышты. Көліктер астын соғып жатыр, аласа машин болса өтелмейді. Осы жолға кім жауапты? Міне, қараңыздар жолды. Міне. Жаңбыр жауса су толады, жол болса быт-шыт болады. Кезінде мынаны водоканал қопарып тастаған дейді. Негізі мына жерде тас жол болған дейді, асфальт. Водоканал қопарып тастап, содан кейін осы кейпінде қалған дейді. Сондықтан мына білмеймін енді қалай істеуге болады. Мынаны көрдіңіздер ме? Мына жақтың бәрі қалай болса, мына жақта құдығы бар. Мынау жаңа Қазақстанның қай жері мынау? Көрдіңіздер ме? Мынаның бәрі көл. Көл болып жатыр. Осыған жауапты адамдар немесе базардың иесі ме? Водоканал мына жерді тротуар дейді ғой, тротуарды бұзып тастап кеткен. Мына жаққа суды шығарып тастаған. Сол мынаның кезінде водоканал қопарып тастағанда, енді кеп мына жерде адамдар өтіп жүргенде Құдай сақтасын, мына жерде аяқ сындыруға болады. Әлі жөнделген жоқ. Мына жақтың бәрін қопарып тастаған. Бәрі көл. Осыған әкімшілік көзқарастарыңызды күтей жақсартып қарап, жасамасаңыздар әрекет. Мына жақтың бәрі білмеймін. Қазір адамдар өткенде көресіздер. Қалай мына жерден өтуге болады. Міне бәрі. Байқаңыз апай. Қалай, мына неге жөнді қоймайды деймін да? Адам жүретін жолды қалай? Сәнеміз. Кешке жұмыстан қайтқанда. Иә. Адамдардың бәрі әне кешке жұмыстан қайтқанда қалай дейді, түнде аяғын сындырып алуға болады дейді. Сондықтан әкімшілік қараңыздар, құзырлы органдар кім бар? Мына жол туралы. Мынаған аяғын бір өрліп алса темірге. Мынан бәрі міне көлшік болып жатыр. Қаншама адам келеді, қаншама су көл болып жатыр міне. Осының бәрін қадағалау керек. Халыққа деген сияқты көзқарасты жақсарту керек. Міне, әне көліктер қалай жүреді. Көрдіңіздер ме? Әрден мына жерге кіріп кетсе, мына жерге міне. Мынау бәрі масқара. Қалай жол? Жіберу керек. Мына жақ жол дұрыс емес дейсіз, жөндеу керек, қолға алу керек. Мен айтам, мына жерде қазір былай барсаңыз, астын бір жерін іліп аласыз, иә? Яна бәрі ямы ғой, асты. Қаншама жыл болды, қопарылып жатыр бәрі. Керек жоқ қой ешкімге. Сауда өтсе болды, ақшалар өтсе болды. Иә. Не әкімшілік қарамайды, не базардыкілер қарамайды. Ан жақта Восток Молокон дүкені тұр, соларға да мына жермен өтеді. Иә, анаған тиді, міне бір жерге, тасқа тиді. Мынау бекітіп қойғаны дөңгелек қой. Масқара ғой мынау. Дамыған ел болып қайтып айтамыз өзі. Ғасыр дөңгесіз жатыр. Соны айтам. Иә. Міне, адамдар баласымен өтелмей жатыр, қараңыздар. Міне деген масқара мынау, міне. Быт-шыт болып жатыр жолдың бәрі. Қарындас, жол қалай? Быт-шыт иә мынауың бәрі. Міне, машиналар қалай жүреді. Мына жерге кіру үшін
мынандай қойып қойған, су, жаңбыр жауған су болып қалады да, адамдар анадан аттап жүреді. Мынадан. Көрдіңіздер ме? Мынадан аттап жүреді. Ол масқара ғой мынау. Мынау кіші тау дейді ғой, Кішітаудағы. Бірақ базар ғой, сол базарды адам кейпіне келтіру керек мынаны. Міне, қараңыздар. Жақсылық Омар мырзаға дейді. Иә, әкімшілікке айтып жатырмыз ғой, мынаны бәрі, мынау не? Олар өздері мынандай жер келмейді ғой, көрмейді. Міне, әне. Судың астында не жатқанын білмейді. Иә. Көліктерін мертіктіріп жатыр, сындырып жатыр бәрі, иә. Міне. Міне. Қалай жүреді, әдемі жүреді. Жол деген быт. Жаңбыр жауғанда мынаның үстімен өтеді ары қарай. Кіру үшін анаған. Мынаған басады да, ары қарай аттап жүреді. Ойлаңыздаршы, мына жерде баламен келсең қалай өтесің? Жәнегі бесікпен коляска дейді ғой, коляскамен келсең қалай өтесің мына жерде? Мына қараңыздар. Міне. Жол қалай қарындас? Күшті, вообще базар жоқ. Базар жоқ, базар бар, бірақ та жол жоқ, иә?